жайратып кетіпті ғой жарықтықтарды. Кімнің қойы бұл? Байдың малына қасқыр тиюші ме еді? Апанымын екен. Таптым ба бәлем. Шүпірлеп жатсың қара иттердің шетінен қырып сап. Көздеріңді құрта қояйын. Мен саған. Мен керек қылсын. Мынау төртіншісі. Енді қайтып бұл маңға жоламайтындай етейін. Мен саған. Бөрінің бөлтірігі. Тапқан екенсіңдер жыл жерді. Кетері! Мына біреу әлі көзінді ашпапты. Ең соңғысы. Сенің де тұқымыңды тұздай құртай. Демеші. Саған не болды құрмаш? Қаны бергіш. Кел. Ұста мұнаны. Ұста дейм. Ұстамайым. Қызықсап жылаған несін? Қыз емеспін мен. Онда ұрым мұнаны. Ұрмайым. Ұр! Ұрмайым. Ұрмайсың ба? Ұрмайым. Неге? Сол. Не айттым саған? Ұрмайым. Ұмшық неме? Безгек болғандай қалтырауын қарашай. Өзің ғой соңымнан қалмай еріп жүрген. Жасық неме. Нағашыңа тартпаған екенсің. Сонша неге рейің үшті? Жігіт емессің бе? Атқа отыр. Сораңды сырт. Мұнаны қараңдар. Өзіңді ашпаған, мұны қайдан ұстадыңдар, а? Қызылқияның ар жақындағы қар үңгірден. Апаннан алдық, бер әке. Бер, бөлтірігіңді алғың келсе, асықтарымды түгел қайтарып бер. Асықты басын қалғыр. Ауыл иттер аман болса, бөлтірігіңді екі бүктеп бір-ақ жұтады. Көрде тұр, құртады. Әже бөлтірікті қараш. Құдай ай, бөріде мал жинайын дедің бе? Көзін ашпаған бөлтірік қолға тез үйренеді деп Қасен ағам айтты. Қоя бер балам. Қасқырдың қорған болған естісем, құлағың керең болсын. Тілімді алсаң қоя бер.
Бұл шіркін бауырын көтермей жатып азуын көрсетеді. Onda öze bana besine. Tirede hissederim tiyersin. Үйреніп кетеді ғой Қасен аға. Үйrenbe kayda barat. Onun bari özüne байланысты. Süt akıllı koş. Mine öste sağan isalat. İyi үйренеді. Жылы сөйлегенде жыртқышта түсінеді. Қытығына тисең, қай жыртқышта қасқыр болып шыға келеді. Қайырымды қолға хайуан да құл. Оның рас балам. Ат қойдың ба? Көксерек деп қойдым. Солай ма? Анал көзін тұрғаның итінен бастап ауыл иттеріне қырғидай тиіс екен. Қарағым-ай, мына жөтеліңнің түрі жаман екен. Емденбесең асқынып кетіп жүрер. Жалғыздың жаны олжа жатып қалма. Тауда ыстық бұлақ бар деуші еді. Соған барып түсіп көр, бәлкім шипасы тиер. Сәті түссе көрерміз. Бөлтіріктері неше екен? Бесеуін табан аузында өлтірдім. Мынау алтыншысы. Енді ол қаншық. Бұл ауылға тыныштық бермес. Мен де содан қорқамын. Оны көріп алдық. Смайылбек байдың бір қора қойы жоғалды дей ме? Рас па екен? Мен алып қашты әңгімеге құлақ түрмеймін. Солай мет. Байдың малы түгел жоғалып кетсе де маған одан келіп кетер не бар? Мынау қасқыр ғой. Барып үркітіп келмесем бүкіл ауылда ятар. Ұлуын қараш. Жақсырым емес. Қоя бер дейім оны. Маза берсен шкіштіге. Айтты ғой, қымсылата бермей тастасаңшы сол құрғырды. Әже, айтшы, менің әкем қайда? Айтпап дедім саған құлыным. Әкем жоқ, өлген. Ал шешем қайда? Шешен де қайтыс болған. Олардың зираты қайда? Алыста құлыным. Шыңғыс тауының арғы теріскей бетінде. Әкем күшті кісі ме еді? Қайда кеттің? Көксерек! Тоқта! Көксерек! Көксерек!